жандарым сәуледей аппақ пейілім қазақтың қайран ей қарттары өзіңе мәңгі қарыздар ей ұрпақтарың арттағы бабалар асыл даналар аузына елді қаратып қыдыртып қойып шақшасын шежіре жырды таратып әңгіме қылып ей жас шағын көкейге өстіп күй толғап ей жүрсің бе есен қарттарым бабалар асыл даналар батаңды бердің тілекпен ұлы бол деп адамның ізгілік жолын үйреткен атасы болдың ей баламның ақсақалдары қазақтың ей асқар таулары даламның армандай асыл даналар ақсұңқар құсың туғы құрда тұлпарың жарау белдеуде ақ домбыраң қолыңда жыр шулап кәрі кеудеңде даламның қайран қарттары-ай алыстап кеттің сен неге армандай асыл даналар армандай
Қазақстан шығыстай табысын ұлық тойға көп берді бұлан тарпығын әзірледі қолындағы темір жол құрылышы дәврек зауыт бұлдағы жарысы бек күн түн шабы ойрый қызғай еселе мұллық тойға үлес қосты ғасырға жоспарлар мен еңбек тауып үйрey қызғай дүрілдетті тойғарнап көктөбеде тоқым сеппей үйрей қызғай қарқынды қал қосап қол жұмыс істеп ағаммен шашу қылып тойға төкпей үйрей қызғай Şıttın malım baktı yalgısı belin şeşmey tam karattı Orundar mal önümden artığı men alıp tağdayğı koygulusun yamir attı Қасиетті жетісу топырағы небір дүлдүл ақын, бұлбұл әнші жезтаңдай жырауларға кендемес бай. Кешегі Сүйімбай, Жамбыл бастаған дүлдүл топтар, солармен керегесі, көктес, терезесі тең, осы Кенен атамыз десек, еш әсіре сөз емес. Әрине олардың әрқайсысының өзіндік орны бар, өзіндік болмыс бітімі бар, өзіндік өнері бар, өнерінің өрнегі бар өзіндік дегендей. Мынау арқамызды сүйеп отырған Алатаудың шыңдары бір-біріне қандай ұқсамаса, Сүйімбай, Жамбыл, Кенен сияқты дүлдүл ақын әнші, жырау жыршылардың өнерді бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсысы алыстан өзіндік дара тұлғаларымен көз тартып, қол бұлғап, көкірекке небір зерделі ойларды құятындай. Бұл ретте әрине Кенен атамыздың өнері, әншілігі өз алдына бір оқшау дара бөлек бітімде ғой. Біздің бүгінгі осы бас қосуымыз, мына Кенен атаның музей үйіне келіп әңгіме жүргізуіміздің негізгі мақсатымыздың өзі де сол Кенен атамыздың әншілік өнері туралы сөз етіп, мына көрермен жұртшылықтың ілтифат ықыласына тағы да бір ой салып қойсақ деген ниет қой. Осы орайда бүгінгі әңгімеміз жүйелі өту үшін мынандай бір-екі тақырып саралап алсақ деймін. Ол біріншіден Кенен әндері ол кісінің өмірімен өзектес. Кененнің өмірінен өнерін бөліп қарауға болмайды дейтін тақырыпта әңгімемізді өрбітсек. Екінші қозғайтын мәселеміз Кенен әндерінің өзіндік орны, ерекшелігі.
біздің рухани мәдениетімізде алатын орны. Сол кенен өнерінің, ерекше өнерінің бастау алған тек тамыры, қайнар көзі деген мәселені сөз етіп отырсақ. Сонда көрермен жұртшылыққа деген, оларға жеткізсек ау деген ойымыз шашырамай, біршама жүйелі шығады ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жалпы кенен әндер жайында сөз қозғалғанда әңгіменің тегі арқауы жаңағы екі арнадан өрбу керек дегеніңізге жөн ғой деп ойлаймын. Кененнің әндерін өнерін өмірінен, өмірін өнерінен бөліп қарауға болмайды деген сөзіңіздің де жаны бар. Себебі кененде себепсіз бейсауат, жай көңіл көтеру үшін шыққан ән өнер жоқ. Өзіңіз білесіз. Бәрі өмірден көрген, білген, сезген, түйіндеген, күйініш сүйініштің тереңінен қайнап шыққан өлмес дүниелер ғой. Оның қай әніне құлақ түрсеңіз де, сол бір ғасырлардың терең сырларын тамырынан тартып, бізге шындық күйінде, бәз қалпында жеткізіп жатады. Бір ғасырға жуық өмір сүрген Кенен атамыздың әндері зерделі тыңдаушы үшін уақыттың, заманның тынысын жеткізу үшін үлкен мәні бар өнер ғой деп ойлаймын. Осы ретте Жәнібек, Кенен атамыздың Бозторғай әнін еске түсіріп көруге болады. Бозторғай? Осында Кененнің тағдыры ғана емес, Кенен сияқты қой соңында зарлаған мыңдардың өмір тағдыры, ғұмыр шежіресі осы әннің өн бойына түйіліп қалған сияқты. Тек ол ғана емес, сол Кенен өмір сүрген заманның, Кененнің Бозторғайының шыққан заманның көркем шежіресі сияқты. Көркем болған сол заманның бүкіл қайғы мұңын, ауырлық тауқыметін, әлеуметтік болмысын осы бір әнмен түйген сияқты. Жаңағы әлгі өмірін өнерінен бөліп қарауға болмайды деген мәселенің бір түйіні осында. Өнерін өмірінен бөліп қарауға болмайды дегеннің үлкен тарихи, көркем, эстетикалық мәні бар. Демек, ол қоғамның өзі өмір сүрген заманның шежіресі болады деген сөз. Сол Кенен өнерінің, Кененнің осы Бозторғай әнінің алғашқы әні деп есептелінеді ғой енді. Сол алғашқы үннің өзінде Кененнің әлеуметтік зердесі, қоғамға, заманға деген көзқарасы, шалқы есіп, көкірек көзі бар кез келген адамға айқын білінеді. Ақа, сол жаңағы әйгілі Бозторғайды. Кенекемнің тұсаукесері болған Бозторғайды орындап берсем қайтетін, Қара шаңырақ музейінде отырмыз. Әнді сол Бозторғайдан бастасақ. Өте орынды болар еді. Сөйтсін. Şirken oy, kutular
осы қойыдан бір күн отырсам қой күзетіп таң атпайды жүргенде малғыз жайып кеш батпайды қарайтын қабағыңа бір адам жоқ бел шешіп төсегіме бір жатпады ма шырылдайсың шіркін ой құтылар күні бар бекен қой жаюдан бір күн қой жаюдан бір күн осы бозторғайды айтқанда мынандай ой келеді ақы. Қой соңында жүріп көрген осы ауырлық, осы шер мұң Кенекең секілді талай қойшылардың басынан өтті ғой. Бірақ осы шер мұң, осы қайғы қасірет сол қойшылармен бірге уақыттың тереңіне жоғалып батып кеткенде. Ал Кенекең болса сол зар заманға, сол ауыршылық тағдырға нағылет қарғысындай етіп, мәңгі өлмейтін, өшпейтін асыл өнер бозторғай секілді дүниені қалдыртады. Бозторғай әннің биігі, Кенекеңнің өнерінің шоқтығы. Бозторғай. Бұл жаңағы алғашқы ойымызды тағы да еске түсіреді. Әлгі Кененнің өмірінен өнерін бөліп қарауға болмайды дейтін пікірімізді. Егер осы пікірді тағы да тереңдетіп, ойлы көзбен үңілер болсақ, сол пікірдің салмағы ғана емес, үлкен бір осы Кенен әнінің тарихи мәні де жоталанып көрінетін сияқты. Өйткені нағыз асыл өнер қай қоғам, қай заманда да уақыттың ең шыншыл шежіресі, ең жаңылмас айнасы бола білген ғой. Ал Бозторғай әні болса, сол Кенекең шығарған заманның, сол замандағы қойшылар қауымының болмысының ең шын шежіресі, жаңылтпай көрсететін айнасы сияқты. Мінекей Кенен өнерін оның өмірінен бөліп қарауға болмайтындағы осы бір жайлардан айқын көрінетін сияқты. Бұл ретте әрине Бозторғай әнін сол кездегі қойшылар қауымының тарихи әлеуметтік психологиясы деп қарауымызға да болады. Тіптен тұрмыс тіршілігінің, өмір салтының, болмысының гимні деп қабылдасақ та еш қателеспейміз ғой деп ойлаймын. Сөзіңізде үлкен мән бар ақы. Бозторғай әнінің күні бүгінге дейін халқымыздың елжіреп, егіліп тыңдайтын да сондықтан ғой. Оны келер ұрпақта адамзат баласының, оның ішінде өз топырағымызда, ән шыққан топырақтағы тыңдаушы қауымның жүрегінен ешқашанда болмайтынды, өшпейтіні, оның рухани игілігінің туы болып кете берері, жаңғыра берері сөз. Оның бір себебі, өзіңіз білесіз, өткен өмір шежіресіне, дәстүріне немкетті қарау,
халықтың қасиетіне жат қой. Ал енді өткенін, өз өмірін үмітқан халық болып жарытпайтын тағы рас. О, сөз жоқ. Ал енді осы тұста осы бозторғай әнімен үндес тақырып тас келетін, әлеуметтік шындық есте әсте олық түспейтін бір ән бар. Ол әйгілі көкшолақ. Көкшолақ. Үндес, тақырыптас. Үндес, тақырыптас. Тағдырлас. Тағдырлас. Көкшолақ әні. Кенен атамыз бозбала болып қалған шағы болса керек, көрші ауылда Бибол деген бай қызын ұзатып, сол тойға көкшолақ атын тепеңдетіп, тойға бозбалалармен бірге аттанады. Жолай сол жағы бір байдың ерке тоты қызы Шалипа жолығып қалып, қасында жаңағы малынған қыз келіншектер, бозбалалар. Шашбауын көтерушілер. Бұл енді көп айтылып жүрген әңгіме, әйтсе де айтылып кететіндей. Айтылса да өзінің нәрін жоғалтпайтын шындық. Сондағы жаңағы Шалипа менен көкшолақ атын тепеңдетіп, жаңағы бай қыздарының сәнін бұзып, олардың ұғымынша жанасып келген қойшыны менсінбей, мен тәкаппар, байлықпен барлыққа масаттанған бай қызы, жорға мінген бай қызы кенекеңді мұқатпақшы болып айтатын өлеңі бар ғой. Өзіңіз білесіз, мына жерде айтады. Әйгенен тойға барар сәнің бар ма, қызбенен айтысатын әнің бар ма, желігіп көкшолақпен көтерілген қолыңда мұнан басқа малың бар ма, деп тиіседі. Оның әкесінің кедей болғанды негесе арғатаң атаныпты жалаң аяқ, әкең байқұс ұстап жүр қазан аяқ, қойды жөңдеп бақсаңшы жалаң аяқ дейтін. Сандалмаяқ дейтін кімнің Шалипаның айтатыны бар. Сонда кенекең ән тұнған, жыр тұнған жүрегінде сері жігіт жасымай қоржыннан домбырасын алып Шалипа қосып көкшолақты. Өзінің кедейлігіне шағынса да жағынбай, жасымай, өнерімен жаңағы тәкаппар қыздардың бетін қайтарып айтатын, көкшолағымен мұңдасып отырып айтатын осы әні шығарған. Осы көкшолақты айтып берсем. Ал енді бұл көкшолақ жеңіл желпі әзіл қалжыңнан туған бір жай арзан, құнсыз дүние емес. Оны осы күнгі орындаушыларда, орындайтын адамдарда осы жағына сақ болған дұрыс қой деймін. Бұл жылап, күліп отырып, өзінің ішіндегі басынан кешкен қайғы мұңын күліп отырып жеткізген үлкен мұңы бар, ойы бар, санасы бар, кісілікті. Сондықтан осыны орындаған кезде қашанда сол зерделілікті ұмытпай отырған абзал ғой деймін. Сол көкшолақты айтып берсек.
батқыр көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, мені құртқан көк шолақ. Менің ойымша Жәнібек осы Көкшолақ әнінің иірім нақыштары сергек, ойнақы болып көрінгенімен, ішкі болмысында мұң басым. Дұрыс айтасыз, мұң басым. Иә, ол қандай мұң деген ой келеді, сұрақ туады. Ол меніңше көлеңкеде ербеңдеп бозбала кененнің қыр соңынан қалмаған, кедейліктің мұңы, жоқшылықтың зары. Сол есіп тұр арқастарында, осы ойлы көзбен қарай білсе. Байыптап егер зер салса, Кененнің өзі осы әнді айту арқылы күліп тұрып жылағандай, шаттанып шалқып тұрып шамырқанғандай күйге түседі. Мәселен, олай жүрші көкшолақ, бұлай жүрші көкшолақ, жаманды атқыр көкшолақ, арам қатқыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ дейді. Ол көкшолақ Кененнің жоқшылық дейтін тағдыры, сол тағдырдың темір қамыты мойнынан түспей қойған. Мінекей әннің астарындағы әлеуметтік мұң, үлкен запырандай кептелген кеудеге қайғы, зар міне осында. Сондықтан да жаңағы өте дұрыс айтып кеттім. Бұл әнді желпілдетіп, селкілдетіп, арзандатып, иықты бүлкілдетіп айтуға болмайды бұл әнді. Бұл әнді іштен тепсініп, ащы, алыста жатқан, көрінбей жатқан, анау байдың қыздарының алдында дұшпан көзігіп, білдіртпей айтқан ар жағындағы үлкен мұң, үлкен зарды аша, көрсете, жеткізе айтса, ұтамыз ғой деп ойлаймын. Мына Кенен әндеріндегі үлкен әлеуметтік жүк, тарихилі, замана үні деген мәселе мінекей осындай әннің болмысынан көрініп жатады. Дұрыс айтасыз, аға. Танып, біліп, ұғынып айтса ғана өмірден түйгені көп, өнерге талғанбаз Кенен атамыздың әруағы риза болар хақ. Халықта тыңдаушы көрермен қауымда дәне риза болар еді. Әрине ғой. Енді Жәнібек осы Бозторғай әні мен Көкшолақ әні туралы сөз болғанда тағы бір мынандай пікір қосуымызға болады. Егер біз Бозторғай әні әнші Кененнің тұсаукесері десек, Көкшолақ әні сал сері Кененнің тұсаукесері. Өйткені оның шығу болмысы, әннің аяқ астынан суырылып салып жауап беру болмысының өзі Кененнің салдық қадамының, сал серілік болмысының бастауына айғақ сияқты болады да тұрады. Бізде салдық серілік дәстүрі өте ғасырлар тұңғиығынан басталатын, халықтық өнерге өшпес ізін қалдырған бөлек бір мектеп қой. Бұл әрине ғалымдарымыздың алдағы уақытта әлі де талай зерттеп, сырын ашып тарихи орнын айғақтай жатуы мүмкін, оған күмәніміз жоқ. Алайда бір шындықтың басы ашық. Мынау Европа мәдениетінде қайтөрлеу дәуірі дейтін дәуір бар, үлкен кезең. Осы қайтөрлеу дәуірін ғалымдар ақын Дантеден бастайды да, ақын Байронның заманымен бітіреді. Осы тұста мынандай бір салыстырма ой келеді. Сонау ғасырлар тұңғиығынан басталған қазақтың салдық серілік дәстүрі. Кешегі Кенде Байсал, одан бергі Төле Байсал, Біржан Сал, Ақан Сері, осы Жетісудағы Құдабайұлы Дәурен Салдар, соларды көктей өтіп келген салдық серілік дәстүрі Кенен атамыздың революцияға дейінгі творчествосымен аяқталатын сияқты. Әрине, одан кейін сал сері болуға жарайтын ұл тумады деген ұғым тумайды. Салдық серіліктің өзі уақыттың, заманның, тарихи әлеуметтік сұраныстың, жағдайдың перзенті екенін білдіретін үлкен бір өнердегі халқымыздың рухани ғұмыр шежіресіндегі ағым екенін айта кеткен дұрыс. Міне
Көкшолақ әнін жаңағы өзің орындаған тыңдағанда менің ойыма кенен салдың алғашқы тұсаукесері осы деген бір пікір оралды да. Орынды пікір, шындық. Жөн сөз ақа, шындық. Бізде салсерліктің неше түрлі нышандары бар ғой. Салсерлер әрі ақын, әрі әнші, әрі композитор, әрі орындаушы, әрі зерделі қара сөздің көсемі болғаны белгілі. Осынау бір әрі бітімнің бәрі біздің Кенен атамыздың бойында бар. Кенен атамыз сол үлкен қасиеттердің жиынтығы асыл көзіндей болып, бізге жеткізушілердің бірі болып танылып қалды. Қазіргі техниканың мүмкіндігі көп заманда сол Кенекеңнің бойындағы жақсы қасиеттердің бәрі сақталып, жазылып қалғанын білеміз. Сол мүмкіндікті пайдаланып, осы Кенекеңнің бірер әнін тыңдасақ қайтеді. Туған жер екінші. Туған жер деген өлең қайтеді? Жаңа ғой. Туған жер. Туған жер тауыңды ыстық, тасыңды ыстық. Туған елгерің ыстық, жасыңды ыстық. Ай, керемет сөз. Төбеңде тоғайында, тобылғыңда көңілден бір етпейсің бұлбұл ұшы бойы. Туған жер тайлатамға басқандай сен, өрлесем өрмекшідей аспандай сен. Аралап әншір қатсам қошаметте, талтасың үнін қосып қосқандай сен. Туған жер балапан көбелек, қуған жерім ойу. Туған жер туысқан ағадай сен, жақын немейсем ия баладай сен. Аққан сау ұшқан шөбім топырағым, атамен исім жұпар анадай сен. Туған жер балапан көбелек, туған жерім ойу. Шынында да бір сәт ойлап көрейікші. Сонау қазақтың алыс бір түкпір даласында жүрген қойшы бала осындай үлкен саяси әлеуметтік ахуалға соңғыла зердеменің өліп, соған үн қосыл деген. Бұл айтуға ғана оңай нәрсе. Әйтпесек, оның астарында Кенен атамыздың үлкен тарихи зердесінің, талғамының, түйсігінің қажет болса өзінің саяси әлеуметтік бағыт-бағдары көзқарасының жатқанынан қарамыз. Мінекей, бұл әндерді тыңдағанда осындай үлкен салмағы, мәні бар екенін зерделей отырудың ес. Соғыс басталған күні Алатаудың ақиық қыранындай саңқ етіп, Кенекең біздің отан жеңеді деп жар салу үшін халқына
жерге лайық жалтақсыз сенім керек меніңше. Ақынға лайық оптимизм керек. Ақыл көйге лайық көрегендік керек. Сондықтан ол әнді тыңдағанда жай жақсы ән екен, әдемі әуез екен деп тыңдасақ, онда ол әннің қадірін білмегендік. Кененнің әндерінің тарихи орнын, әлеуметтік себеп салдарын түсінбегендік болып шығар. Мінекей Кенен әндерінің үлкен бір қасиеті осы ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз аға. Кенекеңнің творчествосындағы әлеуметтік көзқарас деген бірден бір дәлелі. Тағы бір әдемі әні бар ба? Ол ой бұлбұл әні. Сондықтан Жәнібек осы орайы келіп отыр. Ой бұлбұл әнін мына көрермен жұртшылыққа тыңдата кету керек сияқты ғой деп тыңдатайық. Адамның жан жүрегіне әсер етуге келгенде әннен икемді жанрды өз басым мен білмеймін. Өнердің бәр түрі де асыл ғой, бірақ ән жүрек баурап алуға келгенде, тезірек сезімнің иіріміне түсіруге келгенде ерекше икемді. Ерекше. Ал енді Кенекең болса, нағыз әннің зергері ғой. Сөз бен әуен қандай, қамшының өрімдей жымдасып, екеуі бірдей жүрекке әсер етіп, санаңды баурап, ноқтасыз жетелеп жөнелгендей күйге түсіреді. Мына ой бұлбұл әні осындай аяқ қолы жинақы шыққан, әуені мен мазмұны жүрекке әсер ететін мағыналы терең әндерінің бірі Кенекең. Оныңызда жаңағы үлкен шындық бар. Кенекеңнің тіпті басқа творчествосындағы көңіл күйдің басқа бір арналарын былай қойғанның өзінде
жеке басының сезіміне деген әндердің ішіне үңіліп көрейікші аға. бір жекелік, өзімнің барысым, өз тағдырым деп қана ойланған нәрсе. Ол ағашық. Кенекеңнің ұлылығын осы арада тағы көресіз. Сол жеке басының деген, өзімнің ішкі күйінішім деген дүниенің өзінде ақын үлкен халықтық. Жалпы адам баласының сана сезіміндегі, көкейіндегі дүниемен ұштастырады. Ағашқы деген Кенекеңнің балаға деген махаббат, өкше басып келе жатқан ұрпаққа деген тілеу, батагөй тілеу. Соның өзі жаңағы Кенекеңнің жүрегінің халықпен, елмен бір тұтас болып жатқандығының дәлелі. Осы Ағашқында көрермен жұртшылық. Айтайық. Омырауымнан үзіп тастау екау тимай, базарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ажарым-ай, мәті бұлақ басынан елі төді ой дүние-ай, жаланға ат шапанын желі төді ой дүние-ай. Керектігім баланың мен айтайын ой дүние-ай, қубас деген біреудің сөзі өтеді айқай дүние-ай, салқын бейбай. Көкірегімнен үзіліп тастау екау тимай, ой дүние-ай. Базарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ажарым-ай, ой дүние-ай. Көшіңдер көгермейді, түйесі жоқ ой дүние-ай, таппай айтқан сөз жаман, жүйесі жоқ ой дүние-ай. Базар менен назарым өлгеннен соң ой дүние-ай, домбырамның қаламы иесі-ай жоқ айқай дүние-ай, салқын бейбай. Омырауымнан үзіліп тастау екау тимай, ой дүние-ай. Базарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ажарым-ай, ой дүние-ай. Базарым-ай, назарым-ай, қу шешектен болды ау сенің ажарың-ай, ой дүние-ай. Көн өнердің, ұлы өнердің шапағаты әрқашанда осындай болуға керек. Ал енді Ағашқыны тыңдаған, егіліп жылаған жүректер өзінің кісілігіне кісілік, мейіріміне мейірім қосатынына еш уақытта күмән келтіруге болмайды. Сондықтан дәлгі Кененде жеке бастың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған өнер жоқ. Халыққа, елге шапағатын жақсы игі ықпалын тигізіп жатады дейтіндігіңіздің өзі осында ғой деп ойлаймын. Бір ойлантатын жай,
Кенекеңнің өнерінің творчествосының халықпен өзектесіп сабақтасып кетуінің өзі сол топырақтың нәрінен болса керек. Ойлауға болар еді. Мына Ұланғайыр кең даланың, Жиренаның мырзалығы. Сол Жиренада өмір сүрген адамдардың әнші даланың мырзалығы. Оның бер жағында кіндік қаны тамған Жетісу топырағының үлкен құнары деп айтар едік. Осы ән мен жырдың мекені болған, ән мен жырдың айдын шалқар мұхиты болған Жетісудың өңірінде Кенекең биік өнердің туын тігіп, алтын қазықтай, алтын діңгектей айналасына үлкен шапағат, өнердің шапағат нұрын танытқан көреміз. Кенекең қайдан сабақ алды, кімнен алды, кіммен сабақтасып жатыр дегенде, арғысы сол даланың, кең даланың ескен самалымен жеткен. Әр түкпірде, әр ауылда, әр таудың, әр бұлақтың басында туған ұлы даналардың үнімен ұштасып келіп, өз топырағындағы, өз төңірегіндегі даналардан сабақ алып, осындай үлкен өнердің биігіне көтерілу. Ол өнермен көтерілу емес, әуелі түсініп, сезініп, ұғынып, Кенекеңнің өзі айтатын ақынның құлағы өзінен 40 жыл бұрын туы керек дейтін Кенекеңнің өзінің айтқан сөзінде. 40 жыл бұрын алдағын ойлап, 40 жыл бұрын өткен кеткен ел тарихын, оның жақсы мол бітімін бағалап барып өнеріне арқау етуінен болса керек. Өйткені осының бәрі Кенекеңнің әндерінде, жырларында тайға таңба басқандай анық бітіммен көрді. Бір жақсы әңгіменің тиегін, жақсы ойдың тиегін ағытуға себепші болып отыр осы пікірі. Тақыр жерге шөп шықпайды ғой. Тақыр жерге, алды-артында тұлдыры жоқ жерге дарын да бітпейді. Кененнің туған топырағы, өскен ортасы мейлінше дарындарға мол, талантты орта. Жүнбай, Бақтыбай, Құлманбет, Жамбыл, Бармағымбет әлі қалға қуат Бақтығұл. Өтеп, Қылышбай, Қуандық, Тілеміс, Өзбек, Орақбай, Қарабек сияқты айыр көмей ақындар. Кебекбай, Сапақ, Ноғайбай, Бөлтірік сияқты от тілді орақ ауызды шешендер. Қанадан Байсерке, Бердібектер сияқты дәулескер күйшілер. Еумаса кешегі Дәурен Сал, Қырмызы Жидебай, Балқыбек, Сауытбек сияқты жұртшылық өнер қылықтарына тәнті болатын сал серілер. Тіптен Ұлбике, Әлмен, Айгүміс, Ләтипа, Жаңылдық сияқты жиыз таңдай күміс көмей Жетісудың ақын қыздары, бұлбұл қыздар. Міне осынау бірінен бір өткен өңшең, жылжыған жорға жылмиған жүйріктер сөз жоқ Кененнің ақындық шабытына, әншілік шабытына, қажет болса азаматтық қалыптасуына, көрегендік кісілігіне ықпал етпеді деп әсте айтуға болмайды. Тіптен біздің тарихшы ғалымдарымыз, зерттеушілеріміз ең бергісі тыңдаушы жұртшылықтың өзі Кенен атамыздың тасқындарын елестеткенде жаңағы төл топырақпен, туған жермен, оның тарихи, рухани шежіресімен сабақтастырып қараса ғана Кенекеңнің шын творчестволық, азаматтық, тарихи портреті елес береді деп айтуға болады. Ғылыми шындық сонда ғана өзінің шалғайына қол тигізсе керек. Жаңағы өзіңіз айтқан осы өңірдегі қалыптасқан ірі әншілік өнер мектебіндегі адамдардың соңғы жалғасы, соңғы ұрпағы, соңғы тұяғы, соңғы деп айту қиын, бірақ сол замандағы жаңағы мектептен түлеп шыққан адамның ішінде Кененнен ірі тұлға, Кененнен биік заңғар тұлғаны көріп әбестік болар еді. Кенекең сол ұлылардың өнерінің
заңғар жиынтығы, мәуелі жемісі, бағы секілді елестейді. Жетісудың әншілік мектебін шығанға шығарып танытқан, оны қалыптастырған, әуендік интонациялық жағынан байытқан адам Кенекең. Кенекеңнің Бозторғай, Көкшолақ, 16-шы жыл, Октябрь, Қағешкі, Келінжан, Қайран жаздық, тағы басқа әндерін қарап отырсаңыз, осы бірден бір дәлел. Әннің халықтық, елдік үлгісін қалыптастырып, соны бүгінгі заманға жалғастырып, бүгінгі заманның рухани игілігіне, мәдени өміріне жаратып, халықпен мәңгі ұштастырып жүргенде Кенекең екен. Осы тұста Жәнібек төл топырақтың шапағатынан нәр алғандай, туған жердің әншілік мектебінің үлгісіне айғақ болғандай Кенекеңнің бір әні бар. Ол ой жайлау әні. Ой жайлау. Осы ой жайлау әнінде жұртшылыққа тыңдатудың бір орайы келіп отыр. Келдік. Әншілік мектеп, өнер дәстүрі деген мәселеде осы ән орында орынтал ғой деп ойлаймын. Осы әнді айтпастан бұрын, аға бір еске сала кететін жай. Осы ой жайлау әнінің сөзін әркім әртүрлі айтып жүр. Меніңше осы қате болу керек, жаңсақ болу керек деп ойлаймын. Кеше ғана арамыздан өткен Кенекеңнің асыл мұрасына соғанақ бөтен пиғылды араластырудың ешқандай қажеттігі жоқ. Кенекеңе түзету енгізем деген, Кенекеңнің өнеріне басқадай бірдеңе пиғылын өткізем деудің өзі қателік қойды. Кенекең өмірдің нарқын, тіршіліктің тілін сол заманның ығымен жақсы ұғынған адам. Мен сол Кенекеңнің өзінің сөзімен айтсам деймін. Өйткені Кенекең сол сал-серлердің соңғы тұяғы, бұлардың торышысы басында жер, ел, тау, тас, су өзінің атымен, беделімен, белгісімен ұштасып жатады. Ал ол тау, тасты, жердің атын өзгертуге болмайды. Ол жалғызған ақынның, әншінің өмірінен хабардар бермейді. Сол кездегі заманның, сол кездегі өткен өмірдің жағдайларынан хабар береді. Сондықтан ой жайлаудың сөзін осы бір ықтияттап тиянақтандыратын кез болған секілді. Мен сол Кенекеңнің жаңағы өзіңіз көрген жинақта шыққан сөзімен тыңдап көрейік. Сарсамаурын тұрса қайнап отырса, қыз бозбала гүлі ойнап киінген, қызғалдақтай қыз келіні шек сапырса, сарығымыз құлын ойнап қуарған, кәрі-қаштай қайғанша жас шақты өткізейік, күліп ойнап ой жайлау. Айтысып қыз бозбала қырындасып, серуендеп тамаш еткен жастығы шақта ойнайды ақ шәйнек сарсамаурын тұрса қайнап отырса, қыз бозбала күліп ойнап киінген, қызғалдақтай қыз келіні шек сапырса, сарығымыз құлын ойнап қуарған, кәрі-қаштай қайғанша жас шақты өткізейік, күліп ойнап ой жайды
Мынау Жәнібек Кененнің ақындық өнеріне, әншілік өнеріне шапағаты тиген осындайда екінші бір арна еске түседі. Не? Ол Иісі қазақтың ақындық әншілік өнері. Бұл орайда Кенен атамыз өзінің төл топырағының өнерінің ең озық үлгілерін бойына сіңірумен ғана қанағат тұтып шектеліп қалмаған. Онымен шектелсе Кенен де болмаса. Ол Иісі қазақтың бүкіл 300-дің әншілік мектебінен, өнер мектебінен сусынын жүзіп жүріп қандырған әнші. Жаңа біз Жетісудан шыққан небір әнші, күйші, сал сері, ақын жыраулардың ұзақ бір легін атап өттік қой. Біздің халқымыздың рухани аспанында Жетісу өңірінен 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында сондай қалың лектің, шаңы алдартындағы шаңы қойып талантты лектің дүркірей көрінуі тегін болмайды. Бұл жөнінде белгілі ұлы академик жазушымыз Мұхтар Әуезовтің мынандай бір пікірі бар екен. Қазақ халқында дейді Мұқан, ерекше дамыған айтыс өнері 19 ғасырдан бергі жерде өзге жерлерде саябырсып, Жетісу оңтүстік өлкелеріне шоғырлана бастайды дейді. Бұл ғажап аңғарылған, терең таратып әкететін ғылыми мәні бар тарихи шындық. Бір ғажабы осынау ақындық әншілік өнер Жетісу өңірінде жай ғана шоғырланып, дәуірлеп қоймаған. Енді Иісі қазақтың ақын жыраулары елеңдеп көз тігіп Жетісуға. Сол ортада болғысы келіп, делебесі қозып, арнайы ат сабылтып келіп, жаңағы үлкен, дүрілдей көтерілген жаңа мәдени лектен енді олар сусын қандыратын болған. Тіптен мынандай мысалдар келтіруге болады. Өткен ғасырдың соңы мен осы ғасырдың басында ту сонау арқадан ұлы Абайдың келуі, Біржан Шашубай, Балуан Шолақ сияқты дауылпаз әнші ақындардың келуі, Таластан Жалайыр Түбектің келуі, оңтүстіктен Майкөттен Майлықожаның келуі, ту сонау Атыраудан Құрманғазының келуі, Ұлытау Сарысудан Сайдалы Сарытоқалардың келуі. Бұл тегін құбылыс емес. Кенен атамыз жай бейтарап тыңдаушы болып қалмай, соған құлағын тыңып, солардан үлкен өнеге де ала білген. Атақты 80 елдің бұл алайын деп сырымды, сезікті 80 елдің бар табайын деп менемеде. Тінтуші 80 елдің бұл қатырғалы өнімді, айналдырмай аулақ жүр көрмесмейсің шенемді. Көгерек демей түңілген келтірмегін жынымды, құсауым жоқ аяққа сүйенбеймен таяққа. Қорықпаймын 80-нен 90 жасың қай жақта, 94 дүгіде талабым бар іздеуге. Тайыр өтем тепсенге, шыққан дейіл 80-ге. Екігенен тұрмайды Алатауға ексеңде. Қайтан алдан қашқан ақен
астымдағы байғасқа пен ұстап алып ұясқыда қорбайтабын асқана қен. Әрине, жақсы өнер асылан әсемгі көшеліксілік бір адамда кезігетін болса, сол біздің Кенекеңде болған. Жаңағы Қазақ даласындағы барлық өнер мектебінен сусындаған Кенекеңнің бойындағы өнердің тағы бір белгісі, бала кезінде өзіне батасын берген атақты ақын әнші Еркебай Базаралы айтады екен. Осы Кененнің әні әсетке жыры сарбасқа ұқсайды деп. Осы сөздің өзі соған дәлел. Кенекең ән салғанда домбыра қағысы, домбыра тартысы, әннің иірім қайырымындағы өзіне ғана тән ерекше бір қасиеттер. Сол Қазақ даласындағы әншілік өнердің бар мектебінен тәлім алғандығы, жақсысын алғандығы, сөйте жүріп өзінің өнеріндегі айрықша өз үлгісін жасағандығын көрсетеді. Осы ойыңа Жәнібек бір әнін мысал етіп айтып көрсең қайтеді? Айтуға болады. Мысалы үшін Кенекеңнің әндерінің ішіндегі аса бір халыққа көп тараған, тәрбиелігі мол бір жақсы ән бар, ол Келінжан. Келінжан. Ал енді Кенекеңнің Базар мен Назары дүниеден қайтып көпке дейін перзентсіз жүріп көрген Көркемжан деген үлкен баласының келініне арналған ғой Динаға. Сол Көркемжан мен Дина енді мына Кенекеңнің шаңырағында қазір осы ауылдағы ата жұртта отырған екі адам. Сол Көркемжан менен Динаның өзін отырғызып қойып, халыққа көрсетіп, ортамызға алып отырып айтсақ. Бұл өте орынды болар еді.
кененнің өзге жұрт өнерпаздарымен достығы, ұдайы өнегелі мінездің, кісіліктің, ең бастысы асыл өнердің дүниеге келуіне себепші болып отырғандай болып көрінеді. Bir ғана мысал, өзіңіз білесіз, Қайран Жастық әні. Қайран Жастық әніндегі Жетісу өңірінің сезім оятқыш сазда әуені, қырғыз ағайындардың ойнақы еркі әндерінің бітім қасиетімен мінезі жымдасып көркемделіп жатқандай болады. Жаңағы достықтың бір үлкен достықтың бітімінің үлгісіндей. Қайран Жастық. Осы Қайран Жастық әнін тыңдаудың орайы келіп отыр онда жаңа. Тыңдасақ тыңдап көрелік.
Yarısı bekün tüşavi yürüye kızgayayı Esele bulluk toyga billes kostu asırra Yosparlar menen bektağı yürüye kızgayayı Toygarnap Köktümede tokun sepmiyor yürüyeyim Karkında kalkısap kalcımız üstte bağamden Şaşı kıllık toyga töktüyor yürüyeyim Malım baktı yalgısı Belin şeşmeyi tam bırak diyor Orunda mal önünden artığı men alıp tağdayğı Koygulusun jamırak diyor Әндерінің әлі де талай ұрпақтың сезімін тербеп, әлі де талай ұрпақтың жанын нұрландыра беретіні анық. Олай болса Кенен әндері ғана емес. Кененнің әндері туралы жүрек жарты сөздерді әлі де талай алқалы топтың арқалы жиынның әңгімесіне арқау ойына өзек бола берер сөзсіз. Сондықтан да сіздердің назар салып тыңдағандарыңызға рахмет айтамыз. Даладай дархан көңілі көктемдей жомарт жандары сәуледей аппақ пейілі қазақтың қайраны қарттары өзіңе мәңгі қарыздары ұрпақтары арттағы Аузына елді қаратып, қыдыртып қойып шақшасын Шежіре жырды таратып, әңгіме қылып жас шағын Көкөй көсті күй толғап жүрсің бе есен қарттарым Батаңды бердің тілекпен ұлы бол деп адамның ізгілік жолын үйреткен атасы болдың ей баламның ақсақалдары қазақтың асқар таулары даламның